Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шоколадты декорлар және де кішкене мишка жасайтын боламыз. Менің каналымнан алыстамай, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге шоколадты глазур керек болады. Оны су буында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Және де осындай силиконовый қалыптар қажет. Бұлар кондитерлік дүкендерде сатылады. Жаңағы еріген шоколадымызды осылай жағып шығамыз. Шет-шетіне қалыңырақ жағамыз, өйткені қазір біз жабыстыратын кезде шет-шеті жабысқан кезде сынып кетпеу үшін. Міне енді екінші розовый түс жасайтын боламыз. Қалаған түстеріңізді істесеңіздер болады. Енді мишка жасайтын боламыз. Оған да шоколадымызды еріп құятын боламыз. Басқа ешқандай зат құймаймыз. Сливки, онда ештеңе құймаймыз. Тек шоколадтың өзін ерітіп, осылай құйып, морозильникке салып қатырып аламыз. Міне біздің шоколадтарымыз қатты. Осындай жан-жағына жағылып кеткендерді пышақпен алып тастасаңыздар болады. Негізі қатпай жатып алсаңыздар шетіндегілерді, сонда жақсы болады. Осыны шоколадымыз қатпай жатып, осылай алып тастасаңыздар болады. Менікі енді уже қатып қалды. Енді тарелкамызды микроволновкаға жылытып алып, осылай жабыстыратын боламыз. Микроволновкаға тарелкамыз сары түсі бар тарелканы салмаңыздар, өйткені шытынауы мүмкін. Сол үшін осындай ақ түсті тарелканы ысытсаңыздар жақсы болады. Осылай бәрін жабыстырып шығамыз. Менде кейбіреулерінің шетіне жұқа жағылғандықтан сынып кетіп жатыр. Сол себепті сіздер қалыңырақ жағыңыздар, сонда әдемі шығады. Енді мишкамыз міне қатты, соны шығаратын боламыз. Шет-шетін ашып, енді бұны шығарғанға біраз күш керек. Бірақ қорықпай шығара берсеңіздер болады. Мишкамыз қатып қалған. Енді елканың шариктерін жасайтын боламыз. Мастикамен төбесінде. Міне біз жасап алдық, енді бұл қатсын үй температурасында. Бұны да тарелкамызды микроволновкаға жылытып, шоколадымызды кішкене
ерітіп үстіне қойып осылай жабыстырып аламыз. Енді кондурин мен спиртті араластырып бояп шығамыз. Негіз кондуриннің сапасы жақсысын алу керек, дұрыс боялу үшін. Турецкий түрлері жақсы. Бантигін бояп жатырмын. Көзін маркермен осылай сызып қойдым. Енді шоколадымызды кондуринмен бояу үшін құрғақ кондурин қолданамыз. Осылай бояп шығамыз, біркелкі етіп. Міне біздің декорларымыз дайын. Тортқа қойып қолдана беруге болады. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын.